Балықтарына сәлем, бұл Астанадан блог, мен қасымда Ермек брат отыр. Точнее, тальгонның ядырық. Нашым да что-то хуево быстрее. Все, короче, ЖК келдік, әмірімді лифтамыз люкс қана, короче. Бір күні 28 что-то жабылмай көшесік. Мәсе. Сотпайстан, короче, соцсетиға кетерік. Сағат түнгі 1, біз командировочныйдамыз, менде отпуск, Ермек командировкада. Кеше таңертең сағат 9-да тимбилдинг басталады бізде. Ермекке осындай хат келді. Договор ғой, что сен реально осы ЖКда тұрып атсың деген. Екен ақша түседі ғой Ермекке. Короче, рум-тур жасасақ, бір нәрсе көріп қалдық біз. Короче, осындай квартира. Өте әдемі сияқты. Ол қымбат квартира мен үшін, бір күн полностью емес, таңертең кетіп қаламыз. Осылай, короче, біз қазір лоуч барға барамыз, шамалы дайындалып деген сияқты. Кингсманнан кино бар ғой. Короче, міне келдік өзіміз лоуч барға. Үйімізге дәл жақын, короче. Сағат түнгі 3, ал біз қаңғырып жүрміз Астанада. Таңертең сағат 8-де, короче, экспо жаққа баруымыз керек, өзіміздің жұмысымыз бойынша. Жаңа бір Френч 75 деген нәрсе ішіп алдық та, короче. Дайындалып отыр таңертеңгі нәрсеге. Пайда алкоголь. Желательно ішуге болмайды оны. Енді бізде қазір 4 сағат ұйқы болады. Енді осымен, короче, тимбилдинг барамыз ғой. Капец па, капец. Магазине осындай нәрсе салдым. Яблочный энергетикпен чипсы со вкусом бургера. Енді үйге баратырық. Лаунж бар болса, аяқта болды жаңа. 2 минуттық жеркен жаяу. Бля, шашымды бекер алдым ба деп отырмын. Бүгін ана, то есть уже фактически кеше 3 мың теңге төлеп, блин, бір хуйня алған сияқты маған. Өзімді черепашкамен сезініп отырмын, бля. Еще, короче, бізде преимущество бар да, ЖК-нің. Мына жақта Додо пицца бар. Сосын хан шатыр жай жақтым бізге. 5 минуттық жер. Қарайсың, биік зданиялар ғой, короче, GTA-дағыдай, бірақ кіре алмайсың деген сияқты. Солай, короче. Ана жақта быдландар бізге тапсырып бермесе болды. Бля, последний ақшамыздан айырылып қалмай ке, ба. Каспийдан аудар деп тұрсам ғой, современный быдландар болсам ғой. Сол. Бля, короче, жаңа да счетты төленерген кезде картамен нете, короче, карта болмай алады ғой, ебах. Біз келдік почти. Так получается, что вот эта вот первая прибрежная линия — это самые смелые люди. Вот вы понимаете, так в жизни и получается, что вообще в целом не всегда интеллектуально развитый человек, умеющий там слово из кармана не доставать, да, в первых, в лидерах. Нет, не всегда. Очень наглый забирает за собой этот приоритет, как правило. Так что вы себе не льстите, вы просто первый береговой, и вы мне лично симпатизируете сильно. У меня главная, основная задача перед вами, знаете, чтобы вы раскрылись эмоционально. И это работает в обе стороны. Господа, мы приехали сюда, не спав очень много часов, для того, чтобы подготовить площадку. И поэтому мы вам, а вы нам, окей? Еще раз пару рук вверх, мы начинаем! Ты смотри хотя бы, что происходит. Нормально. Я хочу вас разбить на полноценных 4 команды, потому что слишком много тем обсуждений.
Мне необходимо лишь ваши свободные запястья. А наши ребята сделают все, что им необходимо сделать. Просто дайте доступ. Ермеков пока что мероприятиядан. Осы кезде Олимпиадалық ойындар басталды. Батут, тағы да батут. Мен мергендер мекеніндегі тәжірибемді білесіңдер. Қазір тигізе алмай қалам. Өзім түсінбей қалам оған. Бұл жерде бізде ақмақ алтылық ойыны. Бар күшімді осыған салдым. Қатыспасам да видеоға түсіріп, және победители не судят. Пока жеңкелятыр вроде как. Тема отыр. Мен не ойлап таптым, короче. Мотивационный дефис. Девиз, то есть. Мынандай батут, анандай батут, мынандай батут, домалақ батут, ұзын батут, тағы батут, батут, батут. Чемпиондық бітті. Короче, вечеринка бітіп атыр ма десем, әлі бітпеп тұрса бір, әлі 4 сағат жалғасады. Короче, 25 мың теңге 200 теңге сақтау үшін су алып кеткенсің ғой, ебаны. 3 бутылка су ішті. Короче, солай. Пока что біздің команда по очкам жеңді. Все, короче, келдік. Мероприятие бітті. Ол жақта, короче, главный офис. Керуен ішінде жүрміз, короче. Елдің көздің қызына постель іздеп отыр. Чтобы выиграться в него. Короче, одеяланы алды, короче, мынау ер жігіт. Енді апарайын деп жатыр. Все, короче, келдік. Короче, жыздыдамыз қалаға баратырық. Точнее, Жезқазғанға. Для персонал емес па, но? Қолыма тату салдырдым. Бір деген. Я ошақ, эскалатор. Внимание, уважаемые пассажиры, начинается Вовремя кеттіңіз ғой. сообщение ушел с Да. Короче, салақтарды как на парте сидим, салықтардан жиын жатырық қазір. Saat 5'ler. Saatlikler. Ертеңгісін сақтыдым. Жүрдік ал. Короче, біздің адамдар, көршілеріміз қарағандықтан нетін бопты.